Assalomualaikum. Bugun mana ko'kamiz deb ko'pti, mana ko'kam, молодец. WhatsApp'ga ko'p chiqmaydi ulkan kishilar. Osundayda bir istab olib, batalarni olib qalayıq aytır. Siz 57-yilgisiz, ya? Iya. Qatarda kim var bizning qatarda o'tirgan? Juman ko'kam Bashar. Juman, Kumusbek, Adilxan. Adilxan. Tag'im var 57'den. Rahim, Kala. Ha. Iya. Esdavlat kishimi? O bir jas kishi bo'lar, bir klass. 700 bo'lar. Ular Asqar bilan birga o'qidi. Iya, 700. Asqar. Ertaga Asqar, ya? Iya. Hattada o'tirib, qarab söyleyemiz. 700 bo'lar. Endi bazarda kezinde o'z bazarga singirgan еңбегіңіз ko'p qo'y inshaalloh. Jurtqa xizmat qildingiz. Hozir dam olasizmi? Gaz demastamız canımız. Pensiyalı hep yatsız qo'y, ya. Yaşık canımız. Jengem qayoqdiki jengem? So Saraşıqtık o. Oo. Kuşqaz. Qo'yilay, Kuşqaz. Qo'ng'iratdingizmi? Ha. Qancha bola ul tarbiyalab o'tasiz? Endi Xudoning Allohning bergani sor. Iya. Екі bola bir qiz qo'y mende bari. Екі bola bir qiz, ya. Bәрін аяқтандырдыңызбы? Бәрі аяқта. Бәрі немерем. Мынандай сұрағым бар көке. Сіздің әкеңіздің аты Қожахмет. Қожахмет. Союздың кезде намаз оқыды ма? Көрдіңіз ба? Бірде оқымай жүрді. Жоқ, ол кезде енді қашып пысып оқығанның өзі жалпы арабша сауаты бар ма еді? Ауылда сол енелерінің қожаның қасында жүрді ғой, яғни. Қожаның қасында жүрді ма? Қанша жасында қайтыс болды кісі? 86-та. 86 жылы ма? 90 жылы? Жоқ, 86-ға келіп қайтыс болды. 86-ға қайтыс болды ма? 86-ға келіп. Мектепте істеді, я? Өмір бақи мектепте істеді? 2009-да қайтыс болды ғой. Мектепте 45 жыл мұғалім болды ғой. Менің әкем 89-да 67 жасында қайтыс болды. Қай жылғы бұл кісі? 23 ғой. Мен әкемнен бір-ақ жас кіші екен ғой, я? Беріктің әкесі Құдайберген 21 жылғы. Иә. Менің әкем 22, сіздің әкеңіз 23. 23, Бердібекте 23 болуы мүмкін. Бердібек көкем. Бәкір көкем. Ертайып па. Сол жыл болу керек. Жоқ, 18 бекен, үлкен шығар біздің жалдан. Мақұлбек көкем, Бәкір көкем Қатар дейтін тұғын. Сосын жаңа Ертайып әкесі үшеуі Қатар дейтін тұғын. Хабарыңыз жоқ па? Хабарым жоқ. Нағашыларыңыз кімдер, нағашыларыңыз? Нағашыларымыз Божбан ғой біздің. Задарияның. Сіз Божбан емессіз ба? Жоқ, арғымыз ғой біз. Ойбай не алды, аға боласыз. Арғымыз. Ауылда қанша арғын бар еді? Сол бір ақ үйіміз ғой. Бір ақ үй ма? Бізді Божбан екен деп жүрмін ғой. Сол бәрі осы қадем Божбан. Сіз сонда Божбанға жиенсіз ба? Иә. Қаяқтың Божбаны? Айту Задарияның Божбан. Задариянікі? Кім деген кісі? Тұрсынбек деген. Әбдірайым Тұрсынбек. Жоқ, кетіп қалған да бәрі. Кетіп қалды осы. Ол нағашылармен араласып тұрасыздар ма? Иә, араласамыз. Енді маған Қожекеңнен қанша жапырақ? Қожекеңнен 9 адамыз. 9 адам. Қыз бала? 4 қыз, 5 ұлы ғой. 5 ұлдан қазір біреуі кетіп қалды, қазір 4 ұлымыз бар. Айман серік болсын. Қарашығанақта кім бар? Қарашығанақта 2 кішкентай келгенбіз. Қай жыл ол? 70 жылғы. 70, біздің Шоқаннан бір жас. Талғат деген. Талғат, бәрекелді. Енді арада қолыңызда келін бар ма? Бар ғой, ең кішкентай бала ма 84 жылғы. 84 жылғы? Не істейді ол? Сол сабашка, мынау. Қара жұмыс десеңізші, ой, жұмыстың ең рахат, адал пейнет соларда ғой. Солар ғой, солар. Ананы айтып, мынаны айтып енді жеңгемде пенсияда ма? Ол кісі не қызметте болды? Ол да мектепте не болды, лаборант істеді, секретар машинистке болды. Бұл жаққа қашан көшіп келдіңіз Түркістанға? 2000 жыл көшіп келдік. 2000 жыл майдың 20-сынан. Сөйтіп квартирада жүрдіңіз ба, сразу там салдыңыз ба? Квартира 3-4 жыл жүрдік қой квартирада. Тамды қайдан соқтыңыз үйді? О, коммунизмнен. Тараз көшесі, Нақип көшесі, 10-ның жолында. Кім бар? Ауылдан кім бар орада? Ешкім жоқ. Просто sonra жер ыңғай sonradan болды да, сала салдық қой. 30 мыңға жер алдың? 30 мың. 30 мың жобасында, я, өзге, я? Иә. Онда да бір жалаң аяқ кезіп қалмай жүр. Бүйтіп айтыр. Документ дұрыс болмай ма? 6 жыл жүрді қой, салмай. 6 жыл документ дұрыламай еді.
ағайындар біреуінің жері дейді әйтеуір сонымен бізге Мейлі әйтеуір соғып алсам көпті. өзім ағамдікі ғой деп ақыры әрең тулап алдық қой. Ана кім қайсы болып кетті? Тілеуберген. Тілеуберген Ол қай жылғы еді ол? 54 па сонда 54 ол. Бірақ бізбен де бірге оқыған ол кезінде. Сіз енді ауылдың мынау божбандары дейміз ғой, ауылдан шыққан көлтоғандықтардың арасында өздері бір шөрнек әсілдері бар ғой. Сіз араласып барсыз оның ішінде? Өзі қатысып жатыр. Інім қатысып жатыр, 61 Дәулет. Дәулет қатысып жатыр ма? Серік, анау Сәбит, Тұрғанбек. Сәбит те қатыса ма оған? Қатысады екен ғой. Бауыржан, анау Досымбек. Адамхан, олар бір әйтеуір өздері ағайындар. Тәшім бар, айтуған. Иә. Көкем бір қызық әңгімелерін айтып берсейші, өмірде өткен баяғы ескінің көзі. Айтқан жері жай, торға болсын иншалла. Жайлы ма еді әкеңіз? Жайлы, ешкімге зиян жоқ. Өзімен өзі жұмысқа барады, келеді. 6 жылдың осы жоқ, шамалы енді. Енді сол кісінің жолын қуып бір 5 мезгіл намаз оқып, маңдайы сәждеге тиіп жүрген бар ма? Немере, шөбере, балдарынан? Сол жаңа 61 жыл ілім ғой, енді Дәулет. Дәулет оқи ма? Оқиды. Намаз оқиды. Ораза ұстайды. Иншалла. Сол ғана енді. Ол үйде келін қаяқтікі? О да Божбанның қызы. Мына бабайдікі. Бабай болған. Өзіміздің ауылдың божандар болмады ма? Үлкен ағамның әйелінің туған сіңілісі ғой почти. Үй ішіне отау тіккен десеңші? Иә, бір үйлері тұр. Не айтасыз, құрдастарыңызға не айтасыз? Ортаға шығып тұрсын деп айтсаңызшы. Айтамыз, жігіттер. Жалпы, мынау группада жастарға бата беріп қойыңыз, қалай адамгершілігі дегендей жаңағы қарым қатынасы қалай болып отыр, дұрыс па бәрі? Дұрыс. Қарап отырасыз ба? Олар постоянно көріп отырамын мен. Жақсы, жасай бер жақсылар ғой, Құда қаласа, мынау сәттілік тілейміз, Құда қаласа. Әйтеуір ауылдың жағалың бәрін осы неден естіп отырмыз ғой, әуез арқылы. Бәрін естіп, сол бір жағы жақсы сол. Бірақ өзім көзінше көп шықпаймын бұл жаққа. Сол шығам дейді, сол. Осындай кезде ұсталып қалмасақ десеңші. Осындай момент ұсталып қаласың әйтеуір. Енді жасай бер жақсылар, Құда қаласа. Дами берсін бұдан да. Қалса мына жігіттер әйтеуір жастар өз не алып ғой, жастар молодец. Жастар шығып жатыр, иә? Алдын ана Мұрат деген кім дегенде, ана Қалилы кім чемпион болып жатқан кәдімгі. Гена. Солар әйтеуір есіп, жағалтан есіп қуанып отыр. Генаны жақсытан есіп па, Мұрат жақсытан есіп? Қайсын жақсытан есіп? Ауылда араласқаныңыз? Гена ғой біздің есім тур қарсы алдында тұрған. Шәдібек деген ағасы бар еді, Шәдібек. Шәдібекте ағасы бар дейсіз ба? Бұл Генаның бұл ауылға, жалпы бір адамға деген бір жақындығы бар ғой, соны қалай түсіндіресіз соны? Бәрі біздің Гена деп кеткен ғой деймін да. Жұрттың бәрімен өз байланыс жақсы ма? Сондай жақсы әйтеуір. Ауылда жүр, қалай жүрді, күрестің ауылда да? Ауылда күрескенін білмеймін бірақ. Итбаға деген, жақсы, иә? Алматыда Итбаға деген, не қала деген, бәрін қатар жүргіземін деп әйтеуір. Сұхбат берген кейін. Таза еңбек қой ананың бәрі, жүгіріп жүр. Иә, аздан кешке дейін итпен алыса беру оңай емес қой. Оның жағдайын жасау, оны күрестіреді, төбелестіреді, әйтеуір соның арқасында күнін көріп отырмын. Нұрлан сізбен қатар ма, Елсегіз ба? Кешібаев. Кешібаев Елсегіз ғой. Соның балдарының да аттары жақсы шығып жатыр, иә? Иә, оның молодец. Кешегі анау Тәуірбайдың балдары. Иә. Сондай балдар ауылдан көп қой жүді. Ауылдың жігіттері молодец, өзі алматының шулатып жатыр ғой, молодец. Кеше Талғат Оралбеков. Соны көріп қуанып жатырмыз әйтеуір, молодец. Қайрат Талғат танисыз ба, күрес жағы? Оларды онша танымайды екен мен. Оралбековтер ғой. Оралбековтер ғой, бірақ былайша білеміз ғой. Жақсылан, кімнің Мұхтарбектің баласы? Мұхтарханның балалары ғой. Мұхтарбектің баласы. Мұхтарбектің балалары ғой, білемін оларды. Мұхтарбектің баласы мен кімнің баласы, Нұрланның баласы, бұлар судья болып кетті ғой бұлар, бірденнен, екеуі бір күнде. Молодец олар. Жақсы көтеріп, жақсы не алып жатыр. Көлтағанның атын шығарып жатыр, иә? Ауыл шаңы молодец. Көлтағанның осындай ауыл бар екен деп, Қазақстан біліп жатыр ғой, бүкіл дүние жүзі. Кеше анау Тасболат, 59-да Тасболаттың баласы. Президент охранда екен ғой? Білмейді. Кеше анау бір қасқыр ұстап тұр ғой біреу. Көрдіңіз ба? Байқамын. Өлең шығарып жазды ғой 4 жұмақ. Кім? Мұрат, Қабылтайұлы Мұрат. Ол да ақын екен. Ақын осы негізі біраз жігіттер ашылып жатыр негізі, иә?
Siz өлең шығармайсыз ба? Ондай әдет. Ахмет көкем ұқсап шамал жоқ ондай. Ауылда орынтай дегендей. Орынтайдың орынтай тілектері малаз ол. Әңгімені жақсы айтады. О, еске алып біреулерді айтып қояды екен арасында. Кеткендер. Ана болдырық сәбит туралы бір әңгіме айтып жатыр. Иә, оча дұрыс басылмай қалыпты арт жағы. Молодец осы Орекеңді. Орекеңнің тәрбиесін алғандар, мынау күресіп жатқан балалардың көбісі енді. Бәрі сол, бер жағында Қыдыр Серік. Қыдыр Серік. Негізі басы Орынтай ғой. Иә, Орекең ғой. Мен Уәлиге айтып едім, Уәлиге. Ертең Орекең кетіп қалса, ей деп жылап қаласыңдар. Қазір тірісінде бір көзінше бір жаңағыдай бір белес шығару. Бірде жаңағыдай ұйымдастырыңдар, спорт ұйымдастырыңдар деймін да. Орекең Жолшиевтің атынан осындай деп. Ертең қайтыс болғаннан кейін итак шығарасыңдар ғой оны. Иә. Негізі кірпіштен қалаған сол кісі ғой. Сол ауылдың несі спорт сол ғой енді. Орекең, оның бер жағында жаңа Қыдыр Серік айтылып жатыр. Жаңа Қайрат Оралбеков айтылып жатыр. Соның бәрі соның шәкірті негізі. Иә, Орекеңнен тағы бәрі молодец. Орекеңдер алдын кетті ғой. Ешқандай несі жоқ. Физграм тартып жібереді, әңгімесін ұра береді. Иә. Айтпайды ол бірақ. Молодец. Ақылың ғой. Иә. Ақылыңды қолың бәрі. Сондай. Көке мынау енді Алланың аяты күрси деген, сапар аят деген дұға анау. Машинаңызға іліп қойсаңыз да болады. Жаныңызда тағып тәсбih қайыр жүрсеңіз де болады. Мынау ініңізден бір естелік болсын. Ай рахмет. Аумин. Аумин. Ал не деймін, мынау жасай бер жақсыларың бұдан арқылы дами берсін, дені сау болсын. Иә, көл тоғанды айтыңыз. Әуезіңізге молодец, рахмет көп. Осы кісінің арқасында бәр жаңалықтың, бірліктің бәр жаңалығын, жаңалығының бүкіл жаңалығын естіп отырмыз. Осы дами берсін. Құда қаласа, жылдан жылға дамып, құда қаласа денсаулықта, аманшылықта бас қосып жүре берейік. Сіз біздесіз деген. Алла разы болсын сізден. Рахмет.